әлемнің кез келген жеріне уақытыңызды үнемдеп жету үшін ұшақтың тигізер пайдасы өте мол. Ол үшін тек сіз баратын елдің әуежайы болса жеткілікті. Бүгінгі таңда барлық мемлекетте өзінің арнайы ұшақ қондырар мекені бар. Алайда жер жетпеу себебінен немесе қолайлы орналастырғанынан кейбір әуежайлар қауіпті болып келеді. Біз сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең қауіпті әуежайларды ұсынамыз. Мадейра әуежайы 1977 жылғы қайғылы апатымен көпшілік есінде қалған. Тап Португал флайт ұшағының бортындағы 425 адамның 131-і осы апаттан ажал құшқан. Фунчал қаласына жақын орналасқан әуежайдың ұшақ қонатын жолының қысқа болғандығынан апаттан кейін 400 метрге ұзартқан. 2003 жылы мұхит бетіне арнайы көпір салынып, тағы да 2 есе өскен. Таңғажайып көпірдің арқасында көптеген халықаралық сыйлықтарға ие болды. Соның ең үлкені инженерлер арасындағы Оскар сыйлығы да жеңіп алды. Густав үшінші әуежайы Швецияда орналасқан. Әуежайға үшінші Густав корольдің есімі берілген. Аталған мекен көбіне жүк тасымалына жаңғайлы. 20-ға жуық жанды ғана бортына мінгізіп қалғанына, жүк артатын ұшақтар жақын жерлерге қатынайды. 1985 жылы Франциядан азат етілген жерге ұшып үстінен өтеді. Куршевел әуежайы Альпі тауының маңындағы шаңғы демалыс аймағында салынған әуежайы. Ұшақ жолы небәрі 525 метр жерді құрайды. Әуежайда тек пилоттар ғана өз көлігін игере алады. Сондықтан мұнда рейстерді қатты тексерістен өткізеді. Видеомызды аяқтамас бұрын Бестерек ТВ арнасын ұсынамын. Ол жерден сіздер қызықты деректер мен пайдалы кеңестерді біле аласыздар. Сілтемесі төменде. Сіздермен бірге болған бұл қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.